Алла Құран кәрімде айтады, дүниеден өз несібеңді ал дейді. Дұрыс па? Өзіңе берілген ризықты не істе? Ізде дейді. Біз ризықты іздеп жүргендей көрінеміз ғой. Негізі іздемейміз, ризық бізді іздейді ғой. Ризық сендерден қатты іздейді дейді пайғамбарымыз айтады. Саллаллаху алейхи вассалам. Ал енді сен келе жатқан ризықты қайтарып жатып алып алмапсыз, аузыма түс, мен ақыретті ойлап жатырмын деген ол соқыр тақуалық деп аталады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алушы қолдан беруші қол абзал болады. Ондай нәрсе көп шариғатымызда. Берген қол бәрібір жақсы. Пайдасы тиген мұсылман не деді? Аллаға ең жақсы ұнайтын адам хайрун нас, адамдардың ішіндегі ең Аллаға ұнайтыны адамдарға көп пайдасы. Адамдарға пайдаң тиюі үшін қалай не істеу керек? Бір кәсіптің бірдеңе болу керек сенде. Абай атаның өзі айтады ғой, сөзім өтсін десең дейді, қолыңда не билігің, не байлығың болсын дейді. Екеуі жоқ па дейді. Сенің сөзің алына дегенде ойлама дейді.